Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Анар Құлымбетова. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз 6 сыныптың математика курсының алғашқы тарауын бастаймыз. Тарау бізде қатынас және пропорция деп аталады. Сол тараудың ішіндегі алғашқы тақырып қатынас. Жалпы математикаға қатысты қызықты есептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, өздеріңізді қызықтырған сұрақтарды қойып кетсеңіздер болады. Жалпы қатынас дегеніміз не? Бізде екі санның бөліндісі сол сандардың қатынасы деп аталады. Екі санның бөліндісі дегенімізде, мысалға ол А бөлу В түрінде болуы мүмкін, немесе ол А-ның В-ға қатынас түрінде болуы мүмкін. Енді оқылу қалай оқылады? Оқылу бізде А санының В санына қатынасы, немесе А-ның В-ға қатынасы деп оқылады. Мұндағы А ол қатынастың алдыңғы мүшесі, В санымыз ол қатынастың соңғы мүшесі. Мысал келтірейік. Мысалы, мынандай қатынас берілсін. Мысалыға 24-тің 8-ге қатынасы, 14-тің 7-ге қатынасы. Міне, қатынас дегеніміз демек екі санның бөліндісі екен. Жақсы. Келесі, қатынастың екі мүшесінде нөлден өзге санға көбейтсек немесе бөлсек, берілген қатынасқа тең қатынас шығады дейді. Мысалға, жаңағы жазған 24 бөлу 8 деген қатынасымызды алдыңғы мүшесінде, соңғы мүшесінде біз 2-ге бөліп жіберсек, 12 бөлу 4 шығады. Демек, 24 бөлу 8 бен 12 бөлу 4 бұл бір-біріне тең қатынастар екен. Немесе 14 бөлу 14-тің 7-ге қатынасы тең. Біз екі жағында 7-ге бөліп жіберейік. 2 болады, 1 болады. Сонда 14-тің 7-ге қатынасы ол 2-ның 1-ге қатынасына тең. Бұл қатынастар тең қатынастар деп аталады екен. Бірдей санға көбейтуге немесе бөлуге болады екен. Енді қараңыздар, қазір бірнеше мысалдар қарастырайық. Бізге айтады, қатынасты қысқарту арқылы оған тең қатынасты жазыңдар дейді. Мысалға 15, 24-тің 15-ке қатынасы тең. Қысқарту арқылы, демек біз айттық, жаңа қасиеті бар деді, қатынастың екі мүшесінде нөлден өзге санға көбейтсек немесе бөлсек, берілген қатынасқа тең қатынас шығады. Яғни қысқартуға болады деген сөз. 24 пен 15 қандай санға бөлінеді? Екеуі бірдей 3-ке бөлінеді. Мысалы, 24-ті 3-ке бөлсек 8, 15-ті 3-ке бөлсек 5. Сонда қатынасымыз осы түрге келеді екен. Тағы бір мысал қарастырайық. 99-ның 12-ге қатынасы. Қандай санға бөлінеді? Екеуі де 3-ке бөлінеді. 99-ды 3-ке бөлсем 33, 12-ні 3-ке бөлсем 4. Демек, қатынасымыз осы түрге келеді екен. Енді келесі бізде есеп, номер 6-шы есепті көрсетейін. Екі санның қатынасы 3-ке тең. Оның соңғы мүшесі 7-ге тең дейді. Қатынастың алдыңғы мүшесін тап дейді. Екі қатынас деп отырғанымыз, мысалға, ол А-ның В-ға қатынасы, бұл бізде айтады 3-ке тең дейді. Оның соңғы мүшесі 7-ге тең дейді. Соңғы мүше деп отырғанымыз бізде В, осы В бізде 7-ге тең екен.
Енді алдыңғы мүшесін табуымыз керек, яғни аны табуымыз керек. Аны қалай табамыз? Қандай санды 7-ге бөлгенде бізде 3 шығады. Демек, ол алдыңғы мүшеміз біздің 21 деген сан екен. Жақсы. Келесі есеп. Қатынас қалай өзгереді? Қатынастардың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырсақ дейді. Мысалға қараңыздар. Мысалға, осы мынандай бір қарапайым қатынас алайық. 2-ның 3-ке қатынасы деген. 2-ның 3-ке қатынасы деген қандай да бір қатынас алып, осы қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырсам, яғни мен мына 2-ні 3 есе арттырсам, ол 6 бөлінген 3-ке келеді. Бұл екі қатынас бір-біріне тең емес, өйткені біз алымын да бөлімін де қатынасының 2 мүшесінде арттырып жатқан жоқпыз. Тек қана алдыңғы мүшесін арттырып жатырмыз. Егер алдыңғы мүшесін 3 есе арттырсам, менің берілген қатынасым, келесі шыққан жаңа қатынас, ол да 3 есе артады деген сөз. Ал егер соңғы мүшесін 2 есе арттыратын болса, мысалға, онда қатынас не болады? Қатынас 2 есе, жаңа қатынас 2 есе кемейді деген сөз. Міне осыны естеріңізде сақтаңыздар. Жақсы. Келесі бір мысалды қарастырайық. Шамалардың қатынасын қысқартыңыздар дейді. Яғни номер 13-ші есепті көрсетейін. Бізде 500 деген килограммен беріліпті. Бөлімінде 2 тонна. Енді қараңыздар. Біреу килограммен, біреу тоннамен беріліп тұр. Міндетті түрде барлығын бірдей өлшем бірлікке келтіріп алуымыз керек. 500 килограмм өзі тұрсын. 2 тонна дегеніміз ол 2000 килограмм. Міне енді қысқартуға болады. Енді 500-ді 500-ге бөле алам 1, 2000-ді 500-ге бөлемін 4. Сонда 4-тен 1 деген қатынас, яғни 1-дің 4-ке қатынасы шығады екен. Жақсы. Енді келесі бір есепті қарастырайық. Бөлшек сандардың қатынасын натурал сандардың қатынасы түрінде жаз дейді. Бөлшек сандар, бізге мынандай бөлшек сандар беріліпті. 5-тен 2 бөлу 3-тен 1. Осы бөлшек сандардың қатынасын біз натурал сандардың қатынасы түрінде жазуымыз керек. Мен сіздерге оңай тәсілін көрсетейін. Бұл жерде ең алдымен ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. 5-пен 3-ке 15. Сол ары қарай біз 2 қатынасты да, бөлшек қатынастарды осы 15-ке көбейтеміз. Мысалы, мына жерде өшіре салайын. Демек, бізде бірінші қатынасымыз қандай еді? Бірінші қатынасымыз бізде 2-ның 5-ке қатынасы, Осын көбейтеміз 15-ке. Бөлу 1-дің 3-ке қатынасын көбейтеміз 15-ке. Тең. Мына екеу қысқарады. 1, 3, 6 шыға деген. Бөлу 5. Сонда біздің мына бөлшек қатынасымыз натурал санның қатынасы түрінде жазылды. Жақсы, оқулықтағы 14-ші есепті өздеріңіз шығарып, комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.